Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз әдебиеттік оқу пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Егер сабақ ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әдебиеттік оқу 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Әдебиеттік оқу пәнінен сендерге негізі тапсырма 3 тапсырма беріледі. Тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым. Әр қайсысы 6 балдан. Тыңдалым және айтылым 6 бал, оқылым 6 бал, жазылым 6 бал. Жиыны 18 бал жинау керек. Бірінші тапсырма. Тыңдалым және айтылым. 3 аспаптың жорығы. Өте ертеде бір үйде 3 саз аспап бірге тұрыпты. Олар керегеде ілеулі тұрған домбыра, сандықта жатқан сыбызғы және керегеде сүйеулі тұрған қобыз екен. Бұлардың дәл осылайша қаңсып тұрғанына көп уақыт өткен еді. Іштері әбден пысып, бір-біріне айтатын әңгімелері де таусылған болатын. Бір күні домбыра аяқ астынан өнер шығарады. Осы біз шынымен-ақ ұмыт қалғанымыз ба деген, ол тұрған орнында бір сілкініп күмбір ете қалды. Иә, мен де дәл солай ойлап тұрмын, деді сыбызғы да сандықтан мойнын соза сызылып. Бұларды естіп тұрған қобыз да ауыр күрсініп қойды. Бұл тыныш өмірден әбден жалықтым. Сендерге осылай тұра берген ұнаса, онда өздерің біліңдер. Ал мен сауық сайран ән күй үшін жаратылғанмын, деп сыбызғы сандықтан секіріп түсіп, сайраған күйі есікке қарай беттеді. Мұны көрген домбыра тағы да сілкініп қалды. Қатты сілкінеді. Сілкінгені соншалық оны көтеріп тұрған жібі чорт үзілді. Домбыра тарс етіп еденге оңбай құлады. Ішектері ызыңдап, үстіндегі шаңы бұрқ етіп ауаға тарады. Мен де сенімен барамын. Қатты құлағаннан есін әлі толық жимаса да домбыра қисалаңдаған күйі сыбызғының соңынан ерді. Бұларың жөн екен, деп қобыз да белін жаза бастады. Тұрған жерінен көтеріліп, кеуіп қалған ішектері мен аянышты үн шығарды. Демім де, үнім де шықпай, мына бұрышта жиһаз құсап тұрғаныма қанша болды. Шаршадым, шыдадым таусылды. Өстіп тұра берсек, ертең бізді ешкім де қолына алмас. Тәуекел, кеттім сендермен деген қобыз да достарына қарай тұра жүгірді. Балдырған журналынан. Бірінші сұрақ. Аспаптардың қашып кетуінің себебі неде деп ойлайсың? Жауап. Білім алушының ықтимал жауабы. Өйткені олар босқа ілініп тұрғысы келмеді. Аспаптар халықпен араласқысы келді. Аспаптар өз өнерін көрсеткісі келді. Екінші сұрақ. Мәтінге өз ойыңнан жаңа кейіпкерлер немесе жағдаяттар қосып, мазмұнын толықтырып айт. Әңгімелеу барысында мақал мәтелдер, нақыл сөздерді қолдан. Жауап. Білім алушының ықтимал жауабы. Аспаптар күні-түні тоқтамай бір сарайдың алдына келеді. Олар сарайдың ішінен шығып жатқан өздерінің сазына ұқсас дыбыстарды естиді. Домбыра есікті ақырын ғана ашып қарайды. Бөлмеде өздеріне ұқсас аспаптардың күмбірлете ойнап жатқанын көреді. Ол достарын шақырып, басқа аспаптарға қуана қосылып кетеді. Оқылым. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Құсбегі, бүркіт, ителгі, қаршыға, қырғи сияқты жыртқыш құстарды аңға адал құстарға салу үшін үйрететін бапкер адам. Ол қыран құстарды тор құрып ұстап алады, немесе балапан кезінде ұядан алады. Оның аяғына балақпау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Одан кейін құсты ұшырып, қайыру жеткен соң семіртіп түлетеді. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келтіру үшін оны ақ жеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып қайта арытады. Құсбегілердің аса жоғары бағалайтын құсы бүркіт. Аққу мен бүркіт қасиетті киелі құстар болып есептеледі. Бұл екеуі 2 жұмыртқадан артық жұмыртқаламайды. Құсбегілер бүркіт балапанын алу үшін неше түрлі қиындықты бастан кешіреді. Олар үшін әсіресе тау бүркіті бағалырақ. Өйткені олар алғыр,
өжет, қырағы болады. Қоян, борсық, түлкі, қарсақ сияқты ұсақ аңдарды оңай тез алады. Ең алғыр өжет, қырағы тау бүркіттері аталады. Құсбегілердің айтуынша, бүркіт ірі аңдарға түсіп, тоқтауға шамасы келмей бара жатса, бір аяғын аңға, екінші аяғын кез келген затқа не ағашқа қадайды екен. Бірінші сұрақ. Құсбегі деген кім? Дұрыс жауапты белгіле. Аңшы, құс үйрететін бапкер, малшы. Құс үйрететін бапкер. Екінші сұрақ. Құсбегінің аса жоғары бағалайтын құсы. Аққу, қырғи, бүркіт, қаршыға. С. Бүркіт. Мәтіннен қасиетті құстар туралы айтылған сөйлемді қоршапсыз. Аққу мен бүркіт қасиетті киелі құстар болып есептеледі. Бұл екеуі екі жұмыртқадан артық жұмыртқаламайды. Төртінші сұрақ. Құсбегі бүркітті қалай қолға үйретеді? Ол қыран құстарды тор құрып ұстап алады, немесе балапан кезінде ұядан алады. Оның аяғына балақбау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Одан кейін құсты ұшырып, қайыруы жеткен соң семіртіп түлетеді. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келтіру үшін оны ақжеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып қайтарады. Мәтін бойынша түсіндіруге, бағалауға бағытталған бір сұрақ құрастыр және жауап бер. Сұрақ. Құсбегі үшін неге тау бүркіттері бағалы? Тау бүркіттері аңдарды қалай аулайды? Жауап. Өйткені олар алғыр, өжет, қырағы болады. Бүркіт ірі аңдарға түсіп тоқтауға шамасы келмей бара жатса, бір аяғын аңға, екінші аяғын кез келген затқа не ағашқа қадайды екен.